Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрісіміз ол 7-ші дәріс. Дәрісімізді бастайық. Тақырыбы суды тұндыру, тұндырғыштар түрлері. Жалпы қарастырылатын сұрақтар: суды тұндыру процесінің мәні, тұндырғыштардың түрлері, көлденең тұндырғыштар, көлденең тұндырғыш құрылымы, көлденең тұндырғыштың жұмыс принципі, көлденең тұндырғыштардың есеп негіздері. Суды тұндыру. Жалпы суды тұндыру дегеніміз не? Тұну процесі дегеніміз судағы қалқыма бөлшектердің ауырлық күш әсерімен және олардың судың тығыздығынан тығыздығы үлкенірек болғанына байланысты төменге шөгіп судан бөліну процесі. Яғни тұну дегеніміз судың ішіндегі қалқымалы заттардың жаңағы ауырлық күші әсерінен олардың меншікті салмағы, қалқымалы заттардың судың меншікті салмағынан жоғары болған жағдайда, ауырлаған жағдайда, яғни ол жерде төменге қарай шөгу процесі пайда болады. Яғни бұл процесті біз суды механикалық қоспалардан тазартады және келесі тазарту сатылары, яғни сүзгілеу үшін суды дайындайды. Жалпы тұндыру процесі арнайы құрылғыларда, тұндырғыштарда жүзеге асырылады. Сіздер білесіздер, иә? Мына жерде тұндыру процесінің сұлбасы келтірген. Бірінші ол тұнба қабаты, қоюланған суспензия аймағы, еркін тұну аймағы, тазаланған сұйықтық. Яғни жаңағы тұндырғыштардың ішіндегі болатын негізгі тұндыру процесінің сұлбасы келтірілген бірінші суретте. Суды тұндыру процесінің мәні. Жалпы табиғи сулар өзен, көл, су қоймасы суларынан немесе жер асты болсын, жер үсті болсын су көздерінен алынады. Яғни көбінесе әртүрлі механикалық, органикалық қосылыстармен ластануы да мүмкін. Сондықтан суды тұндыру процесі бұл судың құрамында қатты және қалқып жүрген бөлшектердің ауырлық күші әсерінен тұндырғыштың түбіне шөгу процесі пайда болады. Яғни бұл физикалық гравитациялық құбылыс. Онда судың ағысы баяулатылған жағдайда бөлшектер өз салмағымен төмен түсіп, тұнба түзеді. Осылайша су мөлдірленіп, оның лайлылығы мен қатты заттар мөлшері азаяды. Нәтижесінде судың лайлылығы төмендеп, мөлдірлігі артады. Және әрі қарай тазарту, сүзгілеу, дезинфекция, яғни залалсыздандыру, түссіздендіру процесін жеңілдетеді. Яғни бұл осы мөлдірету процесін тұндырғыштарда немесе қалқымалы тұнбасы бар мөлдіреткіштерде жүргізу, яғни тұндыру процесінің өзі әрі тиімді жүреді. Тұндырғыштардың бұл жерде мынау суретте қарап отырсаңыздар, араласқан және екінші жапалақ пайда болған, сосын жаңағы үлпектердің судың бетіне жиналғандығын байқауға болады. Бұл жерде коагуляция процесі жасалынғаннан кейін, темір купарасы қосылып, коагуляциясы процесі жасалғаннан кейінгі судағы жаңағы үлпектердің түзілуі, сосын тұндыру. Яғни дәл осы суды тұндыру процесі коагуляция процесінен кейін жүзеге асырылса, өте тиімді, қарқынды тұну процесі жүреді. Жалпы тұндырғыштардың түрлеріне келетін болсақ, судың қозғалыс бағытына және конструкцияларына байланысты тұндырғыштарды келесідей жіктеуге болады. Яғни көлденең, тік, радиалды, жұқа қабатты. Бұл тұндырғыштар судың шығыны 10-15 мың метр куб тәулігіне болғанда пайдаланады. Яғни бұл тік тұндырғыш. Сол жақтағы сурет тік тұндырғыш. Астында атауы жазылып тұр. Диаметрі 6-12 метрден артпайды. Ал биіктігіне келетін болсақ, 9-10 метрді құрауы мүмкін. Артықшылығына келетін болсақ, жер асты суы биік болғанда және жердің топырағы нашар, бос болғанда қолданылуға тиімдірек. Ал кемшілігіне келетін болсақ, су тазарту тиімділігі төмен 50%-дан аспайды. Бұл үлкен өнімділікті суларда тазартуға тиімсіз. Бұл тұндырғыштар лас судың шығыны 30 мың метр куб тәулігіне құрайды. Ол дегеніміз қандай тұндырғыш? Ол көлденең тұндырғыштар, иә балалар? Келесі, бұл тұндырғыштардың негізгі артықшылығы құрылғының құрылысы күрделі емес, жасау және орнату оңай, ұзақ
уақыт бойы үздіксіз жұмыс істей алады. Кемшілігі үлкен аумақты қажет етеді және тұндыру уақыты ұзақ жүреді. Келесі тұндырғыштардың түрі ол радиалды тұндырғыштар. Сол жақтағы суретте көрсетілген судың қозғалыс бағытына және конструкцияларына байланысты тұндырғыштарды келесідей жіктейміз деп айттық, иә. Ол жаңағы көлденең және тік радиалды жұқа қабаты. Соның ішіндегі ол мынау 30 мың метр куб тәулігінен болғанда немесе 50 мыңнан жоғары болғанда осы радиалды тұндырғыштарды пайдаланған тиімдірек. Бұл тұндырғыштарда, радиалды тұндырғыштарда судың ағысы көлденең тұндырғыштағы сияқты болады. Бұл жоспарда дөңгелек резервуар, артықшылығы көлемі үлкен болғандықтан жалпы саны аз болады. Бұл артықшылығы. Яғни үлкен өнімділіктегі 30 мың метр куб немесе 50 мың метр куб тәулігіне суды тазарта алады. Яғни саны аз болады, көлемі үлкен, бірақ су тазарту тиімділігі жоғары болады. Кемшілігі құрылыс құны қымбат, себебі ол үлкен аймақты алады және алдыңға қарастырылған тік және көлденең тұндырғыштарға қарағанда үлкен ауқымды көлемді алып жатыр. Соған байланысты әрине кететін материалдар ол қымбат құнды шығаруы мүмкін, ықтимал. Келесі жұқа қабатты тұндырғыштар табиғи және шаруашылық су көздерін жылдам және тиімді тұндыру арқылы механикалық қоспалардан тазартуға арналған қондырғылар. Олар дәстүрлі көлденең тұндырғыштарға қарағанда 3-6 есе тиімдірек жұмыс істейді. Жұқа қабатты тұндырғыш мынау оң жақта көрсетілген. Көлденең тұндырғыштар өнімділігі 30 мың метр куб тәуліктен жоғары су тазарту станцияларында қолданады деп жаңа айтып кеткенбіз. Яғни бұл көлденең тұндырғыштарда бір уақытта 2 немесе одан да көп бөлімдері бар тік бұрышты резервуарлар, стандартты тереңдігі 1,5-4 метр, ұзындығы 8 метр, су қабатының қалыңдығы 2-2,5, су тұндырғыштың соңғы қабырғасындағы тесіктері арқылы енеді. Содан кейін тұндырғыштың бір ұшынан екінші ұшына дейін бүкіл ұзындыққа біркелкі бөлінеді. Көлденең тұндырғыштар құрылымы. Бұл тұндырғыштар өзінің құрылысы бойынша су тарататын және су жинайтын құрылғылармен тазалайтын суды жеткізетін және тұндырылған суды әкететін құбырлармен сонымен бірге оқтын-оқтын тұнбаны кетіретін құрылғымен жабдықталған. Тік бұрышты бассейн сияқты. Тұндырғыштың көлемінің пайдалану дәрежесін көтеру үшін көлденеңінен ұзына бойы қалқалар арқылы ені 3-6 метрге тең бірнеше коридорларға бөлінеді. Тесік қалқаларды дөңбек қабырғалардан 1-2 метр қашықтықта орнатады. Бұл қалқалардың тесігінде судың қозғалыс жылдамдығы 0,5 метр секундына тең деп қабылданады. Тесік қалқалары және су ағарлары тұндырғыштың қимыл-қимасы бойынша суды бір қалыпты таратуға арналады. Оқтын-оқтын тұнбаны шығарып тұру үшін тұндырғыштың түбін еңістігін 0,2-0,3-ке теңдеп судың қозғалыс бағытына қарсы жасайды. Еңістігін. Яғни келесі көлденең тұндырғыштың құрылымына келетін болсақ, бұл жерде бірінші су әкелетін құбыр, екінші су үлестіретін құбыр, үшінші тұнба ағызатын құбыр, су ағар, тұндырғышты секцияларға бөлетін қалқа, тұндырғыш, және тесікті қалқа, науа, құйын тәрізді жапалақ пайда болатын камера, жинағыш канал, тұнған суды жинайтын науа, суды әкететін құбыр. Көлденең тұндырғыш жұмыс принципі бастапқы сұйықтықты үздіксіз беру және мөлдіретілген суды ағызу. Түскен шлам өз уақытымен алынып тасталады. Тұндыру аймағын ұлғайту үшін көлбеу бөлімдері бар құрылымдар қолданылады. Олар ағынның бағытын төменнен жоғары және артқа бірнеше рет өзгертеді. Бұл жағдайда резервуардағы бастапқы сұйықтықтың болу уақыты артады және суды жақсы тазартуға қол жеткізеді. Балалар, мынау суретке қарап, бұл не деген лас су деп ойлап отқан шығарсыздар. Негізі тұндырғыштар тек қана табиғи суды тазартуда емес, ластанған суды, яғни сарқынды суларды тазартуда пайдаланады. Мына суреттегі ол сол сарқынды суға қатысты берілген суреттер.
Жалпы көлденең тұндырғыштың жұмыс принципіне келетін болсақ, бірінші су ағысының қозғалысы лайланған су тұндырғыштың кіру камерасы арқылы келеді. Содан кейін су ұзынша тікбұрышты резервуар бойымен көлденең бағытта баяу қозғалады. Қозғалыс кезінде ауыр бөлшектер, қатты заттар ауырлық күш әсерінен тұнба ретінде түбіне шөге бастайды. Ал екінші тұну процесі, бірінші ол су ағысының қозғалысы. Екінші тұну процесі ол тұндыру аймағында су қозғалысы баяу болғандықтан бөлшектердің түсуіне жеткілікті уақыт беріледі. Тұнған қатты заттар тұнба, яғни шлам қабатын түзейді. Ал жеңіл және еріген қоспалар судың жоғарғы қабатында қалады. Үшінші, тазаланған суды қалай шығарамыз? Тазаланған су мөлдірленген су шығару лотогы, жаңағы переливной канал деп айтады, жиегі арқылы, су шығару жиегі арқылы тұндырғыштың соңғы жағынан шығарылады. Бұл су әрі қарай сүзгіге, яғни фильтрацияға немесе реагенттік өңдеу сатысына өтеді. Келесі, түбінде жиналған тұнба арнайы лайлы алаңға тасталынады. Одан әрі ол механикалық скребокпен, яғни жинағышпен немесе сорғышпен шығарылады, яғни тұнбаны шығару. Келесі, бұл көлденең тұндырғыштар тек қана жаңа айтып кеттім, табиғи су емес, сарқынды суды да тазартуда да қолданылатын имараттың бір түрі. Сондықтан жалпылама айтылып жатқан ақпарат. Жетінші, көлденең тұндырғыштардың негізгі есептеріне келетін болсақ, барлық тұндырғыштардың ауданы ол келесі формуламен анықталынады. Бұл жерде жаңағы ең бірінші кесте бойынша қалқыманың тұндырғышқа шөгу жылдамдығын қабылдаймыз. Сосын альфа ағын жылдамдығын тік әсер қимылын есепке аламыз, алатын коэффициентті аламыз. Және оның альфа, яғни ағын жылдамдығын 1,5-ға тең деп қабылдаймыз. Бұл жерде жалпы ең бірінші барлық тұндырғыштардың ауданын анықтап аламыз. Келесі, тұндырғыштардың енін анықтаймыз. Яғни енін анықтау үшін сағаттық шығынды біз бөлеміз. Шөгу аймағының орташа тереңдігін 3,6 коэффициентке көбейтеміз және ондағы тұндырғыштардың санын және тұндырғышта судың қозғалысының орташа жаңағы көлденең жылдамдығы барлығын көбейту арқылы біз оны алынған мәліметті жаңағы сағаттық шығынды сол алынған мәліметтердің көбейтіндісіне бөлеміз. Сол уақытта біздегі тұндырғыштардың ені анықталады. Келесі, көлденең тұндырғыштың есеп негіздері тұндырғыштың ұзындығы. Ол ең бірінші анықталатын жаңағы ені, биіктігі, сосын жаңағы ауданы, одан кейінгісі ол ұзындығы. Мұнда F дегеніміз барлық тұндырғыштардың ауданы, ал B дегеніміз тұндырғыштың ені, N дегеніміз тұндырғыштың саны. Тұндырғыштың әрбір ені коридорында тарату қалқанының жұмыс ауданына қатынасы есептелінеді. Мұндағы БК ол тұндырғыштың әрбір коридор ені. N, H ол HA шөгу аймағының орташа тереңдігі, яғни метрмен белгіленеді. Коридорлардың әр қайсысындағы судың есептік шығыны QK, яғни коридордағы сағаттық шығынды 12 сағатқа бөлгендегі мәні. Q су тазарту станциясының сағаттық өнімділігі және 12 ол коридор саны. Көлденең тұндырғыштардың есептеріндегі тағы да бір қарастырылатын мәселе ол тарату қалқалардың тесіктердің қажетті ауданы. Тұндырғыштың бас жағында мұнда біз жаңағы қалқаның тесіктеріндегі судың қозғалыс жылдамдығын 0,3 деп есепке аламыз. Тұндырғыштың соңында қалқаның тесіктеріндегі қозғалыс жылдамдық 0,5 деп аламыз. Алдындағы қалқадағы тесіктердің саны келесі формуламен есептелінеді. Бұл жерде NT, яғни суммарный F-ті
бөлінген F-ті. Мұндағы суммарный F-ті тұндырғыштардың бас жағында тарату қалқаларда тесіктердің қажетті ауданы. F-1 ол алдыңғы қалқадағы тесіктердің әрқайсысының ауданы. Соңғы қалқадағы тесіктердің санына келетін болсақ, ол да жаңағы алғашқы формула сияқты анықталынады. Мұндағы суммарный F-ті тұндырғыштың соңында тарату қалқалардың тесіктердің қажетті ауданы да, ал екінші F-2 соңғы қалқада тесіктердің әрқайсысының ауданы болып табылады. Балалар, бүгінгі осы біздің жаңағы тұндырғыштарға қатысты түрлері, соның ішіндегі біз көп акцент қойған көлденең тұндырғыштар, олардың жұмыс принципі, судың қозғалысы, тұну процесі қалай жүреді, және олардың есебі, арнайы параметрлер, негізгі көрсеткіштерін анықтау формуласы берілген. Қалған мәліметтерді негізінде ары қарай осы дәрістен кейінгі практика сабағында толықтырылады. Есептердің толығырақ мысалдары келтіріп, және соған қатысты қандай шешімдер шығады, қандай жаңағыдай тұндырғыштардың жұмыс принципі кезіндегі анықталатын негізгі көрсеткіштердің барлығы сол практикада толығымен қарастырылады. Қолданылған әдебиеттер тізімі ол біздегі жаңа суды тазалау техникасы мен технологиясы Мырзахметов, Тоғабаев, Өтепбергенова, Әбдіқалықовтың су тазалау және су дайындау технологиясы Алматы Қазақ ұлттық техникалық баспасы. Одан кейін жаңағы теориялық мәліметтер ол Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғи ресурстар министрлігіндегі табиғи сулар тазалау тұтыну стандарттары 23 жылғы. Сонымен қатар басқа да оқулықтар біздің библиотекамызда толығымен бар, және ол жерде силабусқа кірсеңіздер, сілтемелер келтірілген. Ал балалар, назарларыңызға рахмет. Лекциядан кейінгі ары қарай практика сабағын толықтырылатын материалдар бар. Сол материалдарда әр лекцияның дәрісте қарастырылған имараттардың толық есептері практика сабағында толықтандырылады. Назарларыңызға көп рахмет.